Ақтөбедегі көлік апаты. Оқушыларды жарысқа апарған жүргізуші, мектеп мұғалімі қамауға алынды. Ақтөбе облыстық полиция департаменті 19 желтоқсанда оқушыларды жарысқа апара жатқанда апатқа ұшыраған көлікті жүргізуші, мектеп мұғалімі Жандос Шамшаддинді қамауға алды. Оған көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу, 345 баптың 4 бөлігі және балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамау, 141 баптың 2 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бір күн бұрын Ақтөбе облысының Қызылжар ауылдық округіне қарасты Жаныспи ауылынан аудан орталығы Ырғыз кентіне бара жатқан 5 оқушы, 2 мұғалім мінген көлік жол апатына ұшыраған еді. 2 оқушы мен 1 мұғалім қаза болған. Аман қалған 3 оқушы аудан орталығындағы ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер олардың миы шайқалған, жырылған, көгерген жерлері бар, сүйектері аман деген еді. Ақпаратқа қарағанда 19 желтоқсанда сағат 8:30 шамасында Самара-Шымкент автожолы бойындағы Құрылыс ауылының тұсында Ырғыз кентінен шамамен 50 шақырым жерде оқушылар мінген Toyota автокөлігі мен Volvo жүк көлігі соқтығысқан. Оқушылардың 2007, 2008 және 2009 жылғы екені хабарланды. Аты жөнін атамаудан өтінген ауыл мұғалімдерінің Азаттық тілшісіне айтуына қарағанда, аудан орталығы Ырғыздағы гимназиядан өзге мектептерде оқушылар автобусы жоқ. Сондықтан бұған дейін аудан мектептері пән олимпиадасына полиция бастаған автобуспен барып көрмеген. Олардың сөзінше, олимпиадаға апаратын көлікті мұғалім табуға, оқушылар жол ақысын өз қалтасынан төлеуге тиіс. Кейін бюджет ақшасы түскен соң мектеп балаларға жол ақысын қайтарады. Былтыр 2022 жыл 17 желтоқсанда да Ақтөбе облысында осыған ұқсас жол апаты болған еді. Темір аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі директорының орынбасары Нұрбек Жұмакешев оқушыларды жарысқа жеке көлігімен алып шығып, жол апатына ұшыраған. Көлікте 9 оқушы мен жаттықтырушы болған. 1 оқушы өліп, 4 бала мен жаттықтырушы ауыр жараланған. Биыл 11 тамызда Ақтөбе соты Темір аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры орынбасары Нұрбек Жұмакешевті 2 жыл 6 айға бас бостандығынан айырған. Тергеу органдары Жұмакешевті абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған, жол жүру ережесін бұзды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодекстің 345 бабының 3 бөлігі деп айыптаған. Ақтөбе облыстық спорт басқармасы волейболшы балалар апатқа ұшыраған соң балалар мен жасөспірімдерге арналған 38 мектептің 9-ында ғана автобус бар деп ақпарат таратқан болатын. Облыс жаттықтырушылары жарысқа үнемі такси жалдап жететінін айтқан. Жол апатынан 8 ай өткеннен кейін Темір аудандық балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебіне 2 автобус бөлінетін болған.